Мектеп асханаларының сапасын арттыру мақсатындағы бақылау жұмыстары өз жалғасын табуда. Арнайы құрылған комиссияның жұмысы енді қаладағы нөмірі 135-ші жалпы орта мектебінде өтпек. Бүгінде білім ордалары жүйелі жұмыс, ашық бақылау және жауапты көзқарас арқылы оқушылардың денсаулығына ерекше қамқорлық танытып келеді. Мақсат мін табу емес, сапаны арттыру, бала саулығын қорғау. Дұрыс тамақтану баланың денсаулығының, ал денсаулық білім мен болашақтың іргетасы. Мектеп тек білім ордасы емес, өмірге жол ашар үлкен тәрбие мектебі. Оқушының күнделікті ішіп жейтін асы, оның бойындағы қуат, ойындағы сергектік, жүрегіндегі сенім. Сондықтан да бүгінгі таңда оқушылардың дұрыс тамақтану мәселесі әкімдіктің күн тәртібінде тұр. Осы мақсатта арнайы құрылған қалалық комиссия мүшелері білім ордаларының асханаларын аралап, ас мәзірімен және санитарлық жағдаймен танысуда. Жалпы мектептің қазір жұмыс жасап атқанына тура 5 жыл болды. Мектебімізде қазіргі таңда 2500 бала білім алады. 2500 бала. Оның 1013 оқушы бізде бастауыш, ол 100% бізде қазір ыстық тамақпен қамтылады. Және 316 жоғарғы ортаңғы және жоғары сынып оқушылары ыстық тамақпен қамтылады. Тегін бір рет ыстық тамақпен қамтылады. Жалпы мектебімізде әлеуметтік статусы бар оқушылардың саны өте көп. Оларға мектепке жол акциясы бойынша да кеше бір реттік көмек алды. Оқушыларымыз бәрі түгел қамтылды. Мектеп формасымен түгел қамтылды. Комиссияның басты мақсаты кемшілік іздеу емес, балалар денсаулығын қорғауға бағытталған бақылау мен қолдау жүйесін күшейту. Тексеру барысында мамандар тағамның сапасы мен құнарлылығына, асхана тазалығына және тамақтану тәртібінің сақталуына ерекше мән беріп отыр. Асхананың иісі, балалық шақтың иісі, таңғы ыстық астан әр тағамда қамқорлықтың, мейірімнің дәмі сезіледі. Әрбір қасық ас баланың денсаулығына қосылған үлес, ел ертеңіне салынған сенім. Мектепте жұмыс жүру барысы өте жақсы. Бізде жаңа мөлтек аудан болғаннан кейін бізде оқу саны күннен күнге өсіп келе жатыр. Қасымызда жаңа мектептер ашылып жатыр. Жеке меншік мектептер ол жаққа жіберіп жатырмыз оқушыларымызды. Жалпы бізде жаңа мөлтек аудан, сондықтан да бала саны күннен күнге қарқынды дамып келе жатыр. Ата-аналардан ешқандай шағым жоқ. Тек ризашылығын айтып жатыр, рахметін айтып жатыр ата-аналар. Ешқандай арыз, шағым жоқ ата-аналар тарапынан. Қазір бізде 226 педагог жұмыс жасайды. 2 шебер педагогымыз бар. 50-ден астам сарапшыларымыз бар, зерттеушілеріміз бар. 70-ден астам біздің модераторларымыз бар. Қалғандары педагог санатында осында қызмет атқарады. Дәл осыған жауап ретінде қалалық нөмірі 135-ші жалпы білім беретін мектепте барлық талаптар сақталған. Тіпті мектеп асханаларында зиянды тағамдар мен газдалған сусындарға тыйым салынған. Оның орнына дәруменге бай табиғи өнімдерге басымдық берілуде. Өйткені баланың иммунитеті мен ой өрісінің дамуы сапалы тағамнан басталады. Ал бұл мектептің ішкі тәртібі мен балаларға деген жауапкершіліктің қаншалықты жоғары екенін көрсетеді. Назгүл Батырхан, Антон Семенов, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.